Қымбатты көрермендер, пайдаларына каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лист ожидания, яғни ваучер берілгеннен кейін орын болмаса қалай жасаймыз, соны көрсетемін. Меню личного кабинета дегенді басып, лист ожидания дегенді басамыз. Сол жерде встайте лист ожидания дегенді кнопканы басамыз. Осы жерде сіздің балаңыздың деректері шығады. Үшбұрышына басамыз. Осы жерден қай балаңызды балабақшаға бересіз, соны таңдайсыз. Және де қай балабақшаға баланы беру керек, сол балабақшаның атын таңдайсыз. Картадан өзіңізге жақын балабақшаны таңдап аласыз, және де өтінішке осы жерден қол қоясыз. Үш жерге келісім бересіз де өтініш беру деген кнопканы басамыз. Міне, бірінші балабақша бізде таңдалды. Бұл жерде 4 балабақшаға кезекке қоюға болады. Енді келесісін таңдау үшін тағы да встать лист ожидания деген кнопканы басамыз. Жаңағыдай баланы таңдаймыз, және де өзімізге қажетті балабақшаны таңдап аламыз. Тура солай заявлениеге қол қойып, ары қарай жібереміз. Яғни сіз кез келген балабақшаға, 4 балабақшаға кезекке тұра аласыз. Бұл жағдай жасалынады, егер де сіз ваучерді алғаннан кейін 2 күннің ішінде сізге керекті балабақшада орын болмаса. Яғни сіз кез келген жеке меншік немесе мемлекеттік балабақшаға кезекке тұрасыз бірінші ваучер келгеннен кейін. Содан кейін өзіңізге керекті балабақшаларға лист ожидания, яғни күту парағына тұрасыздар. Себебі ваучерді күйіп кетпеу үшін сол кезде пайдаланып үлгеру керек. Себебі сізге керекті балабақшада орын ашылған кезде сіздің ваучеріңіз болмауы мүмкін. Сол себепті ең бірінші осылайынан ваучер келген сәтте кез келген балабақшаға орын алып үлгеру керек. Кез келген. Егер ол балабақшаға бармайтын болсаңыз, уақытша отпускқа жазып қойсаңыз болады. Яғни сіз ол балабақшаға өткізілгеннен кейін, документтеріңіз тапсырылғаннан кейін, осылайша өзіңізге керекті, үйіңізге жақын 4 балабақшаға осылайынан лист ожиданияға тұрып қойсаңыз болады. Ең бірінші орын босаған кезде сізге Индигодан келеді. edu24.kz деген қосымшаны телефоныңызға міндетті түрде жүктеп алыңыз. Барлық хабарлама сол жерге келеді. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.